Ассалаумағалейкум қазақ елі, біз ауылдамыз. Ары қарай аяқтардан дробилка бар. Мына шөптің майдалған кезде, мысалы қараңыздар, шөпті майдалап, мынандай қылып бізге жем сияқты болып кетеді. Мына шөбіңіз көрдіңіз ба? Өте андай шөпке өте эконом болады. Бұрынғы шөптеріңіз қараңыздар, мынандай шөп болады. Бұл шөпті жейтін болған кезде где-то бір 30% жейді, қалған аяқпен басып тастайды. Қазір мына дробилка мына қазір пустой айналып тұр. Қазір шөп саламыз, қазір ағамыз яқтан шықты. Мына дробилка, бұл 3 в 1 деп аталады. Қазір мынаған туралған шөптерім бар, мынандай майда шөптер. Астында кәдімгі моторы бар. Бұл рекламада да бәрі самсап жүр ғой. Бұл 3 түрлі салынады. Қазір мына дробилка жұмыс істеп тоқтап жатыр. Кәдімгі пышағы бар, ішінде болды, қарапайым істелген. Осы 120 мыңға сатып алынды осы дробилка. Мына жақта кәдімгі мынандай жоңышқа шөпті, мынандай майда шөпке айналдырып жібереді. Бұның пайдасы, егер де бұрынғы шөптерді салатын болсақ, бізде 30%, 40% жейді, қалған аяқпен салып, андай теуіп тастайды, сідік болып жемей қоятын. Қазір енді таза жеп қоятын шөптерді, өте сенімді. Мына жақта міне, екі тіл ма? Не дейді? Кесет андай бар. Иә, сондай бар. Бұны негізі москвичтікі андай рессорны жасайды. Содан жақта мына екі жағынан қайралады. Соны қатты айналған кезде істей береді. Сосын бұның 3 в 1 деп аталады ғой бұл. Бұл қазір шөпті ғана андай тұр, турап тұр. Одан кейін жемді істейді, одан кейін неяқтан пая, ұмытпасам, иә, жүгер, міне неяқта міне ыдысы бар. Бұны жүгердің паясын салып, үстіне салған кезде парша-паршасын шығарып, майдалап, жем шөп қылып айналдырып жібереді. Бақберген деген ініміз істелген деп. Бақберген деген Қызылордада, өзі қазір Қызылордада өте танымал ол жігіт. Содан істеп, одан алғанбыз. Қазір дән риза, ағаларымыз қазір бәрі жақсы. Осымен өте үнемді болып тұр ғой шөпші. Шөптің қазір 100% жеп қояды. Оған жем араластырамыз, тіптен дым қалдырмайды қазір. Бұрында жемейтін тұғынан бәрін, ат қотын бәрін өртейтін тұғымыз шыққан. Жақсы, сау болыңыздар, каналға тіркеліңіздер, сіздермен болған Әдеке каналы. Қазір дробилканы қостық. Міне шөп салып отыр қазір. Қараңыздар, яқтан шөп кіреді. Яқтан міне дайын. Майдаланған шөп шығып отыр. Күшті. Әдемі. Бірақ данада шамалы шаң болады енді, ол іштен кетпейді ғой. Міне әдемі. Көрдіңіздер ма? Жақсы. Уақытыңызды алмайды, көп шамалы үшін. Андай ақ турап тастайды ғой, міне. Көрдіңіздер ма? Әжептәуір турап тастайды, майда. Қыстай өйті турап, малға шөп беріп шығады. Күшті. Малға шөп тураған кезде бірақ тара шаң болғандықтан беттеріңізді бас киіп алғандығыңыз дұрыс. Өйткені өте шаң бұл өкпеге білесіздер ғой, денсаулыққа өте зиян. Сондықтан көздеріңізге очки, беттеріңізге маска киіңіздер. Сосын арадан шөп салған кезде қарап отырсаңыздар, қолды қатты тығып жібермеңіздер. Өйткені ішінде пышағы бар, пышақ кесіп кетуі мүмкін, қолдарыңызды қауіпсіз шараларын сақтаған жөн. Міне әдемі шөп шауылып жатыр. Міне көрдіңіздер ғой. Ауылда қызық өмірдің бір қандай шеті ғана ғой, кішкентай ғана. Бұрында ауылдардан өте дамып кеткен, қазір ауыл жақсы, күшті.